Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен сүзбе қосылған ашытқы қамырынан өте дәмді болып шығатын бәлішті бірге әзірлейтін боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен аппарасын дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтімізге қантымызды және де дрожжымызды салып аламыз. Сүт қатты ыстық болмау керек, қатты салқын болмау керек. Барлығын салып, араластырып, бөлме температурасында 10-15 минутқа қалдырамыз. Мінекей осындай дрожжы қолдандым. Сапасы өте керемет екен, көңілімнен 100%-ға шықты. Аппарамыз осылай көтеріледі. Ал енді ішіне салынатын массамызды дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға сұйық майымызды, жұмыртқамызды, тұзымызды және де бөлме температурасында еріген, не болмаса микроволновкада ерітілген сары майымызды салып аламыз. Менде 2 бәлішке қамыр көрсетілген. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша астында описанияда көрсетілген рецептімен бір теста иілесеңіздер де болады. Не болмаса осылай 2 теста иілеп, начинкасын 2 есе көп жасап, 2 бәліш дайындасаңыздар да болады. Осылай барлық сұйық массамызды ұнның үстіне саламыз, жақсылап қамыр иілеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болады. Артық ұн қоспаймыз. Иленген қамырды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Өте тез көтеріледі. Шамамен жарты сағат 40 минуттың көлемінде көтеріледі. Ал енді ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін ірімшігімізді, брынза және де сүзбемізді салып, үстінен бір дана жұмыртқамызды саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша укроп, не болмаса петрушка, көкпияз салсаңыздар да болады. Қамырымызды осылай 2-ке бөлдім мен, яғни 2 есе көп дайындағам берілген рецептіден, сондықтан 2-ке бөліп алдым. Сіздер солай бір қамырды жая бересіздер. Размері 30-да 40 болады. Осылай сол жағындағы жоғарғы бөлігіне салып шығамыз. Және де астыңғы оң жағындағы бөлігін осылай 4 бұрыш етіп кесіп аламыз. Жан-жандағы қамырларды 1 сантиметрлік полоскілерге бөліп аламыз. Ал енді шахмат тәрізді осылай өріп шығамыз. Өріп шыққан қамырымыздың бетін жауып, бөлме температурасына 15 минут, 10 минутқа расстойкаға қалдырамыз. Бұл уақытта пешіміз 180 градусқа қызып тұрады. 180 градустық пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей дайын ас болсын.